зерттеп көрейік. Асықтың тарихына үңіліп көрейікші, иә? Асық деген не? Бұл қайдан шыққан? Қойдың артқа аяғынан. Жарайсыздар. Қойдың, ешкінің, сиырдың және түйенің артқы аяғындағы тілерсегінде орналасқан кішкентай ғана жұмыр сүйек екен. Бұл жылқыда ғана өзгеше болады. Және бұл тек қана малдарда ғана емес, аңдарда да болады екен. Арқар, тауешкі, елік деген аңдардың да тілерсегінде орналасқан осындай кішкене ғана жұмыр сүйек. Бұл жұмыр сүйектің қызметі өте жоғары екен. Балалар, бұл асықтар бізге не үшін болады? Ойнау үшін келетін, иә? Бұл ойнағанда бізге не пайда береді бұл асық? Денемізді шынықтырады, иә? Тағы не істейді? Бізді дәлдікке үйретеді, көздеуге үйретеді. Біз бұны тізіп қоямыз да, атамыз ғой, ол бізді дәлдікке үйретеді. Және логикалық ойлау қабілетімізді жақсартады екен. Бұл біздің көнеден келе жатқан, ерте заманнан келе жатқан ұлттық ойындарымыздың бірі. Кәне балалар, бізге асықтың өзінің құрылысы болады. Осы құрылысты кәне айтып берші абылай. Егер сенің асығың былай тұрса, қалай қалады? Егер былай түссеші? Былай түссе, бүк екен, былай түссе, жарайды, шік екен. Балалар, бұрынғы кезде аталарымыз жорыққа шығарда, аңға шығарда асықты шиырып көреді екен. Асықты шиырған кезде асығы алшысынан түссе, бүгін біздің жолымыз болады екен деп жорамалдап, аңғар болмаса жорыққа шығады екен. Сондықтан қазақта үлкен сөз бар. Асығың алшысынан түссін деген тек бар, иә? Сендер де біле жүріңдер. Өздерің айтыңдар. Балалар, біздің асық ойындарының түрлері қандай? Кәне, кім айтады? Қандай ойын түрлері бар екен? Және шеңбер, үш табан, және жарайсың, бес асық. Бес асықты кімдер ойнайды екен? Қыздар да ойнайды екен. Көріңдер ме, асық тек ұлдарға ғана арналмаған, асықты қыздар да ойнауға болады екен, иә? Балалар, бүгін біз асықтың шығу туралы тегін өттік, иә? Зерттедік. Ендігі жолы тағы да осы